não judge the ocupação, até agosto.
Зух, зух. Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы котлет массасынан жартылай фабрикаттарды дайындау. Қазір біз котлет массасынан жартылай фабрикаттарды дайындап үйренеміз. Котлет массасынан жасалған жартылай фабрикаттар тефтели, шабылған зразы және шабылған котлет. Котлет массасынан котлетті дайындау үшін жақсылап котлет массасын ауамен майдап бұрғылап аламыз. Сонда біздің жартылай фабрикатымыз ешбір жартысыз және үлпілдек масса пайда болады. Котлет массасын қолымызға аламыз. Бірінші біздің дайындалатын жартылай фабрикатымыз тефтели. Тефтели бір сыбағаға 135 грамм беріледі, сондықтан 135 грамм котлет массасын алып, таразға бөліп алып, таразға тартамыз. Дайын тефтели массасынан 3 шар ішінде дөңгелекшені бөліп аламыз. Бірдей мөлшерде, бірдей көлемде етіп бөліп аламыз. Тефтелиді он аунатпасында аунатамыз. Тефтелидің аунатпасы 10 аунатпасы. 10 аунатпасына тефтелиді алып қолымызбен 10 аунатпасына жақсылап аунатамыз. Тағы да қайталаймыз мұны. Ешбір жартысыз болып аунатылу қажет. Келесі біздің дайындалатын жартылай фабрикатымыз котлет бір сыбағаға 2 данадан беріледі. Котлетті бөліктеп аламыз. Котлет массасын дайындау үшін котлет бөліктеп аламыз. Бір сыбағада 2 данадан бір котлетіміздің салмағы 85 грамм болуы қажет. Котлетті дайындау үшін бізге қызыл аунатпа қажет. Қызыл аунатпада котлетті аунатамыз. Аунатпамызды тақтайдың бетіне толық жайып, котлетке пішін беріп, оны аунатпада жақсылап аунатамыз. Аунатпамыз толық котлет массасын жабуы қажет. Еш жер қалмау керек. Жақсылап аунатқаннан кейін котлет массамызға алып, котлеттің формасын береміз. Котлеттің бір ұшы сүйір, сопақ, соңғы жағы жалпақ болып жалғасып кетеді. Ұзындығы 10-12 сантиметр, ені 2 сантиметр, ұшының қалыңдығы 2 сантиметр, аяқ жағы, жалпақ жағы 1,5 сантиметрге дейін болады. Ал енді біздің келесі котлет массасынан жасалған жартылай фабрикатымыз шабылған зразы. Шабылған зразы бір сыбағада 2 данадан болады. Ол үшін біз таразға 113 грамм котлет массасын бөліп алып тартамыз. 113 грамм.
Осы 113 граммнан бізде 2 дана сразу өнімі шығады. Сразу жардай фабрикаты шығады. Сразу жардай фабрикатын дайындау үшін алақанымызға жалпақта котлет массасын дөңгелек пішіндеріп жаямыз. Алақанымызға. Қолымызды ылғалдап аламыз, ет жарысып қалмас үшін, міне, қолымызды ылғалдаймыз. Котлет массасына дөңгелек пішіндеріп. Қалыңдығы 1 сантиметрдей етіп дөңгелек пішіндереміз. Енді тартым ретінде міне шала қуырылған пияз, ақжелкек және қайнатылған жұмыртқаны салып тартымдаймыз. Тартым салғаннан кейін зразаның 2 жағын бір-біріне айқастыра жабамыз. Толық жабылу керек. Ішіндегі тартымымыз шығып кетпеу керек. Толық жапқаннан кейін шабылған зразаны кепкен нан ұнтағы орнатпасында жақсылап аунатамыз. Зразаның барлық жағына кепкен нан ұнтағы орнатпасы толық тиюі қажет. Зразаға кірпіш пішін береміз. Кірпіш пішін береміз. Биіктігі 2-3 сантиметр. Кірпіш пішін беріп, ұшын сүйірлейміз. Ұшы сүйір, кірпіш пішін болу қажет. Биіктігі 2-3 сантиметр. Ал енді осы жардай фабрикаттар бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Ал енді сұрағымыз болмаса, сабағымыздың келесі тапсырмасына өтейік. Қазір білеміз, заман талабына сай 21 ғасыр, одан WorldSkills стандарттарына сәйкес, кез келген маман иесі, кез келген студент 3 тілді жетік меңгеру қажет. Сондықтан бүгінгі тапсырмаға орай, бүгінгі тақырыбымызға байланысты осындай вокабулярдағы бос орындарды толтырылатын кесте жасадық. Осы кестені толтырып көрсетеміз. Мысалы, котлеты. Қазақ тілінде котлеттер. Орыс тілінде котлеты, ағылшын тілінде котлет. Осы сияқты сөздікті вокабулярдағы бос орындарды толтырамыз. Тапсырманы түсіндік қой, кел, орындап көрейікші. Білетін сөздерімізді жазып көрсетейік. Айта қоялым. Шабылған зразалар. Қай тілде? Қазақ тілінде. Қазақ тілінде шабылған зразалар. Орыс тілінде зразы круглый. Ағылшын тілінде зраз теплый. Дұрыс. Қазақ тілінде ұн алматпасы. Орыс тілінде мучная панировка. Орыс тілінде мучная панировка. Ағылшын тілінде low breeding. Дұрыс. Келесі тапсырманы кім орындайды екен? Келе оны әзірге. Котлет массасы. Орыс тілінде котлетная масса. Ағылшын тілінде котлет уэй. Дұрыс. Келесі. Қайдан бірін жазамын? Жазамын. Шала қуыру, пастерование, процессору. Жазамын.
Қазақ тілінде шкала қол. Ағылшын тілінде passing through. Жақсы. Келесі кімнің шығар? Келе ғой. Қазақ тілінде өлшеу, орыс тілінде разрешивание, ал ағылшын тілінде Қалай екен ағылшын тілінде? Hanging up. Дұрыс. Келесі кім тапсырманы? Келе ғой өскен. Бөлшектеу қазақ тілінде, орыс тілінде разделение. Ағылшынша portion. Порция. Келе ғой. Әйгерім келе ғой. қазақ тілінде тектелді, орыс тілінде тектелі, Тектелі. ағылшын тілінде meatballs. Meatballs. Дұрыс. Қалған тапсырмаларды келе ғой Айдана. Қазақ тілінде биточки, орыс тілінде биточки, ағылшын тілінде кадрлс. Қазақ тілінде пішіндеу, орыс тілінде формирование, ағылшын тілінде форминг. Тапсырманы жақсылап орындадыңдар. Бұл сендерге жұмыс барысында да практика кезінде де кездесетін сөздер. Сондықтан үш тілді білуіміз міндетіміз, иә? Ал енді сабағымыздың келесі бөлімі. Яғни біз теориялық білімдерімізбен практикалық дағдыларымызға байланысты бүгін жартылай фабрикаттарды дайындап үйренеміз. Текстили, екі сыбағаға, зразы, бір сыбағаға және котлет екі сыбағаға дайындаймыз. Жұмыс жасаймыз.
Siempre con sus tenis. Şimdi kalkmasın. Kaderimizde kaderimiz. Şimdi
tarafa negizini bir kolu var. Forma verilse o'sha o'zimizning ish qo'li bo'ladi. Şimdi burayı tayinlıyorsun. Kader masasına şimdi oturmalıyız. Kalınlığı, yıkı, ışın çizgileri, razanın ısı, sihirli.
кірпіштерді қолданып сүйемелейміз. Сақтаймыз. Жазма фабрикаттардан изделий шабылған котлет, шабылған зразы дайындадық, Осы бойынша бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Қазір сіздерге қорытынды сұрақтар беріледі, сол сұрақтар бойынша жұмыс жасаймыз. Котлет массасына неліктен ескілеу ұн қосады? Қалай ойлаймыз, неліктен ескілеу ұн қосылады? Айта қойыңыздар. Котлеттерге арналған ескі асқан қосылады, себебі жаңа піскен котлеттерге жағымсыз жарысқа қосылады. Нанның өнімін көлемін арттырып қана қоймайды, сонымен қатар қаржысын шығынын сындырып алады. Бүгінгі практикалық жұмысымызда, котлет массасына жартылай фабрикаттар жасадық.
формалары сақталған, шарт сызаттары формалары сақталған, дұрыс аунатылған, кейбіріміздің қателігімізде сразу жарықтар пайда болған, жарықтар пайда болған. Бұл жарықтардың пайда болу себебі қателік массасын жақсы ұрылмаған. Болмаса, аунатпада жақсы аунатылмаған. Аунатпа осы қателік массаның құрамына кірген кезде осындай жарықтар пайда болады. Соны болдырмау үшін соның ескеруіміз қажет. Енді пысықтау сұрақтарына кірсек, тектеге сипаттама бер, тектегі жағдай фабрикатына сипаттама бер. Айта ғой. Онан жасалатын диаметрі 3 см болып, форм пішіндеп жасалатын жағдай фабрикат. Дұрыс. Аунатпаның түрлері. Айтады екен аунатпаның түрлері. Айта қойсын. Аунатпаның үш түрі бар. Оның аунатпасы, және кепкен аунатпасы, және лезун. Лезун, иә. Котлет массасына дайындалған жағдай фабрикаттарды атайықшы. Котлет, тефтели, зразы, швейцер, орама, биточки, осындай жағдай фабрикаттар дайындалады екен, котлет массасына. Дұрыс. Бүгінгі сабағымызда қорытындылай келе, қазір рефлексия берілген. Бұл жерде екі менің білетінім, осы сабаққа дейін менің бүгінгі сабақтан білгенім, менің білетінім. Осы бойынша тақтаға жазып көрсетейікші. Менің білетінім. Менің білгенім, бүгінгі сабақтан білгенім. Назерке келе ғой. Келе ғой. Айдан әке. Аунатпасы. Аразға тарту. Тағы. Мені білетінім жазайды. Жазады. Жағдай фабрикаттарды, қандай жағдай фабрикаттар дайындап бүгін? Аунатпаның қалай қылады бұл жағдай фабрикаттарда? Менің білгенім. Кел алам. Техникалық қауіпсіздігі. Жағдай фабрикаттар ішінде. Нені ішінде? Шабылған котлет, зразы, шабылған зразы. Жағдай фабрикаттардың өлшемдері. Алынды. Сабағымызды қорытындылай келе. Үй тапсырмасы. Үй тапсырмасы сіздерге қазір Collection платформасында үй тапсырмасы жүктеледі. Ол ағылшын және қазақ тілінде сөздіктерді байланыстыру. Мысалы, көрсетілген стрелкамен ол жерде технический диктант, техникалық диктант, сонымен қатар қосымша сұрақтар. Осы тапсырмалар жүктелгеннен кейін, тапсырмаларды орындағаннан кейін
толық бағаламасында. Бүгінгі сабағымыз осымен бітті. Сау болыңдар.